Ағайындарымыз. Балалар қонақтар бүгінгі күн ерекше. Бізде қонақтармен амандасып алайық алдымен. Сәлеметсіздер ма? Отырыңыз балалар. Сабағымызды психологиямен бастайық балалар. Біз қандаймыз? Biz qandayımız? Әдемісің, әдептісің. Biz qandayımız? Ақылдысың, тәртіптісің. Biz qandayımız? Сенімдісің, талаптысың. Біз бақылар барлығымыз қандаймыз? Осындай тәртіпті, әдемі болып жүргендеріңіз бүгінгі сабақта сіздердің білімдеріңіз өте жақсы болады деп ойлаймын. Балалар білімдеріңізді көрсетемін. Өткенді есімізге түсіріп өтейік сабағымызды. Ол үшін қазір біз ереже құрастыру әдісіменен, тобымызбенен қима суреттерден ереже құрастырайық. Қима суреттерде ереже құрастырамыз. Қандай ереже шығарып қояды? Керек olursa yapılmış çıkıp kovaç bağlandı. Zaten sın yesin deyimiz. Qanday ereje? Qaysi so'zlarning ereje chiqdi? Sın yesin. Al sın yesinga suroqlar qanday edi? Qanday? Al misol keltirib ko'ring. Qanday? Жақсы, тамаша. Отыра қойыңыздар. Алдыңыздар ма? Келе олыңыздар. Таптың іс-әрекетін білдіретін сөздерді етістік дейміз. Етістік ережесі. Ал сұрағын білесіз ба? Сұрағы қимыл. қимыл. Іс-әрекет. Сұрағы қандай еді?
Тоқтамыңдар. Көрмешпін? Sen ne istedin, ne kıldın? Ұмытпаймыз. Қайтты. Аха, қайтты деген сұрақ қойылады. Мысал келтіре аласың? Мысал. Не істеді? Ne oynadı? Ойнады. Так, Sayradı. сайрады. Топ қойып, жақсы. Отыра ал. Келіңіз. Заттың атын білдіретін сөздерді зат есім дейміз. Зат есімі сұрақтар қандай? Кім, кімдер, не, нелер? Жақсы. Мысал бар ма? Айтамыз. Балалар, бала, үйлер, үй. Жақсы. Жақсы. Жарайсың. Отыра ал. Біз балалар етісті, зат есімді өткен болатынбыз, иә? Балалар. Ал балалар. Біз кеше өткен сабақта сын есімді де өткен болатынбыз. Не қолында не? Алма. Алманың ұшы қандай? Қызыл. Дәмі қандай? Тәтті. Ұшы қандай? Егеме. Бұның бәрі біз алманы не істедік? Сипаттадық, иә? Әр заттың сыны, сипаты болады екен, иә? Пішіні болады, көлемі болады. Дәмі. Иә? Біз қандай сұрақ арқылы анықтадық? Сын есім. Қандай деген сұрақ қойдық, иә? Қандай деген сұраққа жауап беретін сөз тапы? Сын есім. Сын есім деп аталады. Бүгінгі сабағымыз біз сын есім тақырыбын қарай жалғастырамыз. Ал біз әзір өтіп жатқанымыз қоршаған орта бөлімін өтіп жатырмыз. Ал сіздер енді мына жерде тақтадағы суреттерге қарап, өзіміздің қоршаған ортамыз қазір көктем мезгілі, иә? Суреттерді әңгіме айтсақ болады, сөйлем айтсақ болады, қане кім айтады? Қай сурет бойынша әңгіме айтқым келеді? Бірақ ескерту, сөйлемнің ішінде сын есім қатыстырудың бар. Көктем келді, күн шықты, ашық аспан, әдемі гүлдер гүлдеді, ағаштар бүршік жарды. Жарайсың. Тамаша. Отыра ғой. Ал, балалар мен сіздердің алдарыңызда бағалау парақшасы бар. Білім бұтағы. Осыған сіздер тапсырма барысында орындаған балдарыңызды қойып отырыңыздар, иә? Дискретор тақтада жазылды, қарайсыздар. Келесі, бар ма тағы? Сурет бойынша әңгіме. Ал балалар сіздерге сіздерге сұрақ қояйын. Соған жауап беріңіздер. Мына суретте нені көріп отырсыздар? Өзен. Өзенде сулар. Мөлдір сулар ағып жатыр, иә? Көктем мезгілінде қар еріп, қыста қалған қарлар еріп, өзеніне мөлдір сулар ағады. Мына енді біз үйлеп қатты ағып жатыр. Сарқыраған су десек те болады, иә? Ал келесі, мына суреттен не көріп отырмыз? Жылы жақтан жыл құстары келді, иә? Жыл құстары деген біз балалар? Қандай құстар? Тамаша, балалар құстарға ұя жасап жатыр дейміз. Ал құстарға біз қамқор болуымыз керек, иә? Келесі суретте. Бұл жерде Кемпір болса қай кезде шығады? Көктемде жиі жаңбыр жауады, кемпір болса қандай түсті? Түсті кемпір болса шықты, қандай күндерді көріп отырмыз? Жайқалған гүлдер. Міне балалар, біз осы сөйлемдердің ішіне барлығы бізде қандай деген сұраққа жауап беріп жатыр? Сын, есім сөздерді қатыстыра өттік, жақсы, ары қарай.
сәуірдің сын есім тақырыбы. Көркем жазуға біз жаңа қандай алма деді? Алма деді. Жазып қояйық. Көркем жазуға сөз тіркесін жазайық. Әдебиетті жазамыз ба? Бірінші сөзін бастаппен келесі шәрттен бастайық. Жазайық. Осында көңілімізді тіктеп, арақатты сақтап, біз отырып жазамыз балалар. Жандос, Хочу ушка спать. Қарашаларымызды жаңа үй жұмысынан алған балымызды қойып отырыңыздар, ояп отырамыз, жас болса бүгінгі сабақта балалар мақсаты сын есімдерді басқа сөз таптарынан ажыратып сөйлеуде сын есімдерді таба білеміз, сын есімдерді қатыстырып сипаттау мәтінін құрастыруды үйренетін боламыз. Дәпкерлерімізде бізде сіздермен мына жұмыс кітаптарын ашамыз. 54-ші жақтауындағы жаңылтпашты әдейілеп біз алдымен бұл жерде қатесін табамыз, содан кейін сүйретіп әдейілеп көшіреміз. Жаңылтпаштың қатесін тауып көшіреміз, сын есімдерді астынан сызамыз деп сақталуымыз. Қатесін байқап, анықтап көріп алайық. Қай жерде қатесі бар? Бізде жүз қой тыныс белгілерінде қай жерде тыныс белгісін қойылып соған мән беріңіздер. Қазір мен дұрыс жауабын шығарып, сол кезде тексеретін боламыз. Жаза ғой, не жазып береміз? Жазып білесің ғой? Қай жер? Болған оқушы Нұрбол Асқан оқып жүрген Үшкір тұмсық сұр шымшық, тордан ұштық құрт шымшық. Үшкір тұмсық сұр шымшық, тордан ұштық құрт шымшық. қарап жүрген ғой. Тордан ұштық құрт шымшық. Үшкір тұмсық сұр шымшық, тордан ұштық құрт шымшық. Үшкір тұмсық сұр шымшық, тордан ұштық құрт шымшық. Ал жақсы балалар, енді сіздер мен әзір дұрыс жауабын шығарып отырмын. Сіздер осы жерде сын есімін аласыңыз. Үшкір сұр. Қарсысыздар ма?
Tapşırmadan. Mene bal. 2 bal. İyi durumdalar. Yani 2 ballarımızda 3 bal altındayım ballar. Onlara sizleri cübbiyen cümüz taptırmasını vereyim. Bazılar bu cümle zaten aktarırlar. O sürekli vardır zaten. Yani onun sıfatlaydı sözleri var ya. Sözlerinde. Havasında, frasтрасında tekrar cübbiyen cümüz sesler. Yani son tapma söz Türkçesinin yazasıdır. Size bunu Pardon, sizler dursun. Endi pul yo'q bo'lsa, boshqasi bor qo'y meni. Mana qo'y, o'zimiz saptan qo'y. Ovozun, nima ne? Qanaqa deymiz bu? Hozir shunaqa bo'ltirun. Nima just. Dendi, nima ne? Just bir so'z sürkesini just qo'yib. Dingo bu. Qo'ysa. Ay, yürü. Хорошо. Gözünüzler mi? Ho'mor kebi, qarin kun. Ne? Tinjas bo'ldi. O'qi. Sizlar o'qiyapsizlarmi? O'qiyapman. Demdi ananas, hazırlar toprağın. Jaraysınlar bolalar. Sizlar bardığınızda söz türkesini taktığınızda deskriptör boyunca babalarınızı koydunuz mu kaldı? Jarayı karşı veriyorum. Yapalım. Biz başkaları taktığınızda kendi söz türkesini yazıyoruz. Meni de sizlere topluluğunuz gerekiyor. Sizlerden sekizlendiru. Kullanıp sın yesinleri de zat yesinleri sekizlendiru. Havasında. Her cız tutulacak. Şimdi meceli aşıp size kıyma süreceğini filmimizin sası. Thank you.
şekilde durumlar elde. Götürünüzler asıl olsun diye. Doktor tavuk verir. Aynaların bарлығы жасылға
oyumuz çıkıyor. Семантика. Бірінші сөзді оқып ал. Содан кейін сесін бірге. Сын несін базар, несін базар. Оқышы.
Onun түсі қызыл, құйрығы ұзын, ол таулы жерде мекендейді. Жақсы. Мен сіздер сын есімді таптыңыздар ма? Қандай сын есімді айтшы? Дауысын шығар бұл. Қу қызыл ұзын. Қу қызыл ұзын. Екеуіңіздің мәтіндеріңіз ұқсасы жақсы. Бармасын деп, өзі жегір ма? Қайсы? Қызыл сары ұзын. Жарайды. Балалар, сіздер мәтін, сипаттау мәтін құрастырғандарыңыз үшін тағы бір ұпай аласыздар. Балдарыңыз белгілеп отырыңыздар, қандай? Балаларыңыздар кейде санайсыздар. Енді бізде келесі тапсырма. Енді тест сұрақтары сіздердің қолдарыңызда неден телефон арқылы біздерге осы сабақтың соңғы бекіту сұрақтарын жіберіп қойдық. Ашыңыздаршы. Ашыңыздар. Семинар тест сұрақтары чатын ашып қойдық. Ашыңыздардағы сұрақтарға жауап беріп қойдық. Болды, өзгертпе. Бастан ба, қайт өзгертпе. Барлығын жауап берсеңіз ба? Мен жауап бердім. Кім жауап бердіңіз ба? Қазір шексерейміз. Бірінші сұрақ. Снесінің ережесі қандай деген? 4 адам жауап берді. Дұрыс. Айжан Алина, Анелия Раяна. Қалғандарыңыз жауап бермедіңіздер. Снесінің сұрақтары берілді. Оны дұрыс жауап бердіңіздер. Шын білдіретін. Дұрыс жауап бердіңіздер. Затты түсінбейді сөздері. Жақсы. Балалар, сіздерге қандай сұраққа дұрыс жауап берді ма, қате жауап берді ма, бәрін көрдім. Енді сұрақтарға дұрыс жауап бердім ба, бермедім ба, өздеріңіз балаларыңызды қолданыңыздар. Бұл жерде қандай ескерту? Бұл жерде барлық сұрақтарға жауап берсеңіздер 3 балл қойылады.
Жақсы. Бүгінгі сабақта сіздер нені үйрендіңіздер? Осы сұраққа жауап берейінші. Не үйрендік балалар осы сабақта? Сын есімді пайдаландық, сипаттау мәтінін құрастырдық. Сын есімді зат есіммен не істедік? Сәйкестендіріп ұзардық, табарыды сәйкестендіріп. Және қазір әдісінде не істедіңіздер? Сын есіммен заштың несін сөздікке құрастырады және сөз тіркесін жаздық. Ал енді осы сабақтан қандай ой түйдің, нені үйрендің, бүгінгі сабақтан алған білімің үшін өзіңе қандай баға бересің? Сіздер алдарыңыздағы стикерлерге өте жақсы пікір байланыс берейікші. Неге бағалауларыңызды, бірінші бағалауларыңызды не істеңіздер? 10 балл, иә? 10 балл. Қараңызшы, 10 балл ол өте жақсы деген баға. Ойба, сәкен 10 балл ма? Жақсы. Ақтаңызға жабаласың сен? 8 балл қоя аласың. 10 балл қояңыз ба? Иә, сұраққа жауап беріп, білім ағашына сіздер егер өте жақсы түсіндім десеңіздер, алмаға, қызыл алмаға келіске жазып, іле салыңыздар. Егер менің әлі сұрағым бар, білім ағашына сұрағым бар десеңіздер, гүлге жазсаңыздар да болады. Кішкене түсінбей жатырмын жазайық. Өзіңе не үйрендің, не ұнады жазып маған білім ағашына жаздыра қойыңыздар. Үй жұмысына біз 53-ші жаттығуды сын есім қатарын алып дәптерімізге жазып келеміз. Белгілеп алыңыздар. Дәптеріңізге белгілеп жазып алыңыздар. Үй жұмысына 53-ші жаттығуды жазып алыңыздар. Сол дәптерге жазып алыңыздар. Және сонымен қатар сын есімнің ережесін толық жаттаңыздар. Кешегі сабақта да жаттауға бердім ғой. Тағы да жасалып жаттап келуді тапсырамын. Сол дәптерге жазып алыңыздар 53-ші. Кітаптың арасына салыңыздар. Өздеріңіздер кітаптың арасына салыңыздар, жинаңыздар. Осымен балалар сабағымызды жинаймыз. Өзім жинауға қала бердім. Оқулықтарыңызды алыңыздар. Өздеріңіз